بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد Bizler Kureyş suresine geldik. Allah subhanahu wa ta'ala aytadi: Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi Kureyş ilafihim rihletaş-şita'i ve's-sayf falyabudu rabb hadzal beyt allazi at'amahum min ju' ve amanahum min khawf. Бұл аяттарда Алла subhanahu wa ta'ala айтып тұр: Ли илафи Kureyş, яғни ли илафи Kureyşтардың жиналғандықтарынан деп тұр. Осы нәрсе не нәрсемен байланысты дегенде ғалымдарда хилаф бар. Көпшілік ғалымдар айтады, бұл Фил сүресінің жалғасы сияқты болып келе жатқан аяттар деп айтады. Яғни Филді Алла subhanahu wa ta'ala, Фил қиссасы неге болды, пілді Алла subhanahu wa ta'ala неге қуды? Ли илафи Kureyş, Kureyş'тің бір ауызбіршілігін сақтау үшін. Илафихим рихлаташ-шита'i вас-сайф, және де бұлардың қысқы және де жазғы сапарлары сәлеметтікте болу үшін. Яғни Фил қиссасы сондықтан болды. Кейбір ғалымдар айтқан жоқ, біз Құрайштардың бір ауызбіршілігі таңғалдыратындай нәрсе деп айтқан. Және де бұлардың сапарға барып сәлеметтікте қайттан оралулары бір таңғалдыратын нәрсе деп айтқан. Екі пікірдің ешқандай қарама-қайшылығы жоқ. Сондықтан бұлар қыста Йеменге сапарға баратын болған, саудамен, жазда болатын Шамға сапарға шығатын болған. Не үшін Алла subhanahu wa ta'ala айтыр? Себебі бұл нығмет. Құрайштар ауыздары бір сау сәлемет сапарына барады, сау сәлемет саудаларын жасайды. Ешкім оларға ешқандай бір жаңағындай қауіп төніп тұрған жоқ оларға. Сондықтан Алла subhanahu wa ta'ala дейді: "Фали'буду рабба хазал бейт". Сондықтан сендер осылай сәлеметтікте жүргендіктен, ауыздарыңыз бір болғандықтан, осы үйдің, Каабаның Раббысына құлшылық қылыңдар деп тұр. Осы үйдің Раббысына құлшылық қылыңдар деп тұр Алла subhanahu wa ta'ala. Бұл не деген сөз? Яғни сәлеметтілік деген, бейбітшілік деген, және қауіпсіздік нығметіне шүкіршілік қылу. Яғни бұл нығметті расында көп адамдар байқамайды, тек қана ол нығмет жоқ болған кезде байқайды. Бірақ нәрселер салыстырмалы түрде білуге болады. Мысалы, басқа елдерді қарасақ болады. Мысалы, Ливияны қараңыз. Ливияда сол президенттер кеткелі бері, алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух, әлі бір дұрыс жаңағындай бейбітшілік орналмаған. Неше жыл өтті? 10 жылдай болып қалды уже. Әлі күнге дейін сол соғыс, әлі күнге дейін мародерство, әлі күнге дейін бір бейбітшілік, қауіпсіздік жоқ. Сондықтан бұл нығмет, яғни амын нығметі, бейбітшілік, қауіпсіздік нығметі үлкен нығметтердің бірі. Сол нығмет бізді шүкіршілік қылуға итермелеу керек. Шүкіршілікті қалай қыламыз? Алдында айтқандай Алла subhanahu wa ta'ala құлшылық. Себебі Алла subhanahu wa ta'ala айтады: "Фали'буду рабба хазал бейт". Бұл үйдің Раббысына құлшылық қылыңдар деп тұр. Және де тағы да нығметтерін айтып отыр. "Аллази ат'амакум мин жу'". Сендерді аштықтан тамақтандырып қойған Алла subhanahu wa ta'ala, сендерге ризық беріп қойған. "Ва аманахум мин хауф". Және де қауіптен сендерді аманатта қалдырған деп Алла subhanahu wa ta'ala өз нығметі айтып тұр. Сондықтан бұл үлкен нығметтің бірі, ол амын нығметі, яғни жаңағындай қауіпсіздік нығметі. Бұл нығмет Алла subhanahu wa ta'ala шүкіршілік жасауды бізден талап етеді. Яғни Алла subhanahu wa ta'ala құлшылық жасауға бізді талап етеді. Келесі сүре Маун сүресінде Алла subhanahu wa ta'ala айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим. "Арайта аллази юказзибу бид-дин фадалика аллази яд'у al-ятим ва ла яхудду аля ту'амил мискин фавайлул лил-мусаллин аллазина хум ан салатихим сахун аллазина хум юраун ва ямнаун al-ма'ун". Аллах Тағала пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи ва саллям айтып тұр: "Арайта аллази юказзибу бид-дин". Сен сол дінді жоққа шығаратынды көрдің ба деп тұр. Дін деген не? Дин деген не бұл жерде? Қиямет күні, жаза күні, есеп күнін жоққа шығаратын, соны растамайтын адамды көрдің ба деп тұр. Фадалика аллази, бұл қандай адам? Яд'ул ятим. Яғни оған жетім бала келіп бір нәрсе сұрайтын болса, оны ұрсып қуып жібереді. Вала яхудду аля туамил мискин. Және де мискиндер, яғни мұқтаж адамдарға, кедей адамдарға тамақ беруге, немесе оларға жаңа қажеттіліктерін өтеуге адамдарды не істемейді, соған қызықтырмайды дейді. Адамдарға айтпайды: "Мынаған көмектесейік, анаған көмектесейік, мынаған жағдай жоқ екен" деп айтпайды дейді. Бәрі не үшін? Адам бұндай сипаттардың иесі не үшін болады? Бәрі басындағы нәрсе. Себебі ол қиямет күніне иман келтірмегендіктен.
расында имансыз адамдардың арасында жақсы мәміле жоғалады. Иман жоқ болатын болса жоғалады. Неге? Себебі біздің жақсы мәмілеміз тек қана жаңағындай не болады? Алдыңғы сабақта айтқандай взаимовыгода болып кетеді. Яғни бір-бірімізден тек қана осы дүниедегі пайда. Яғни мынаған берсем, ол маған беретін болса, сондықтан мен жасаймын. Бермесе, онда жасамаймын дейді. Бір кейде мұқтаж адамды көрсе, ол маған ешқандай пайда бермейді, мен оны істемеймін, мен онда көмектеспеймін дейді. Себебі ол не? Ертең қиямет күні болады. Қиямет күнде бұл нәрсе маған ажыр болып қайтады, бұл нәрсе маған сауап болып қайтады деп иман келтірмейді. Түсінікті ма? Фауайлул лил мусаллин. Сондықтан Алла субхана тағала айтады, намаз оқитындар, қандай намаз оқитындар құрысын деп тұр? Аллазина хум ан салатихим сахун. Намаздарына немқұрайлы қарайтын намаз оқитындар, намазхандар құрысын деп Алла субхана тағала айтып тұр. Аллазина хум юраун. Қалай олар жеңіл қарайтын намаздарына? Намаздарын рия, адамдар үшін, адамдар мақтасын деп оқитындар. Уаямнаун ал-маун дейді. Және де бұлар бір анадай өздеріне ешқандай зиян келтірмейтін жақсылық жасаудан да не істейді? Аяқ тартады. Яғни мысалы оның қолданбай тұрған бір үйінде бір нәрсесі бар, қолданбай тұрған. Адам оны қолдана тұруға сұрайтын болса, оны да бермейді. Тіпті сондай жақсылық жасамайды дейді. Және де бұл аяттан біздер алатын тағы да бір пайда, бұл аяттарды, яғни контекстен жұлып алуға болмайды, мәтін ішінен кесіп салуға болмайды деген сөз. Түсінікті ма? Егерде біздер бұл аятты кесіп алатын болсақ, уайлул лил мусаллин, намаз оқитындарға, осы жермен тоқтап, намаз оқитындарға не? Құрысын деп тұр. Алла субхана тағала. Намаз оқитындарға уайл болсын деп тұр. Солай ма? Бола ма өйтіп айтуға? Сондықтан бір сөздерді контекстің ішінен, толық мәтін ішінен, сөйлемнің ішінен немесе көп, мысалы көп мәтін ішінен бір ғана сөйлемді алып, мына кісі былай айтты, немесе Ибн Таймия былай айтты, пәленше былай айтты деп айтуға болмайды. Және соны дәлел ретінде келтіруге болмайды. Себебі біздер бұл сияқты білмесек, яғни контекстті білмесек, бұның алдында не туралы сөйлеп жатты, бұның артында не туралы сөйлеп жатқан білмейтін болсақ, біздер расында бұл сөзді дұрыс түсінбейміз. Бұл сөзді дұрыс түсінбейміз. Сондықтан бұл ахлюл бидатын, яғни бидағат иелерінің ең үлкен сипаттарының бірі, бұлар осындай мәтіндерден бір өзіне керек нәрселерді жұлып алады. Кесіп алады да, соны дәлел ретінде келтіреді. Оған бір мысал, біреулер айтады, Шейхул Ислам ибн Таймия рахимахуллаху тағала, Аллах масаның қанатына мінген болатын болса, біз оны жоққа егер сөйтіп Құранда келген болса, біз оны жоққа шығармаймыз деп Ибн Таймия айтады дейді. Баян талбис аль-Жахмия деген кітабын көрсетеді. Пәленше бетте, пәленше томда деп көрсетеді. Ойбай, Ибн Таймия не дейді? Жаңағыдай Алла субхана тағала масаның үстінде отыр деп айтып отыр дейді. Біріншіден сіздер оны контекстен жұлып алған нәрсеңіз. Себебі бұл сөз расында Ибн Таймияның сөзі емес. Ибн Таймия біреуді сөзін келтіргені ол. Ол Усман ибн Саид ад-Даримидің сөзі, рахматуллахи алейхи, 280 жылға қайтыс болған. Бұл кісінің сөзі. Және де бұл кісінің сөзін сендер де дұрыс емес түсіндіңіз. Бірінші, ол Ибн Таймияның сөзі емес. Сондықтан Ибн Таймияға жала жауып жатсыздар. Екіншіден, неге жала жапты? Себебі контекстен жұлып алды. Басында қала Дарими деген сөзді жоқ. Ол бірнеше бет бұрын болып кеткен нәрсе. Түсіндіңіз бе? Ол жоқ, кесіп алған. Екіншіден, Дарими айтқан болса да, Дарим имам ахли сунна вал жаманың имам болып есептеледі. Және жахмилерге ең қатты жаңағындай жауап берген олардың шубухаттарына, және де оларды қатты сынаған адамдардың бірі Усман ибн Саид ад-Дарими, жазахуллаху анна ва анил ислами хайран. Бұл кісі бұны айтқан кезде Ибн Касир рахимахуллаху тағала бұны түсіндіріп, яғни Дарими сөзін, яғни қалай түсінеміз? Аллах егерде жаңағындай масаның қанатына мінген болса, деп Құранда келетін болса, онда біз оны жоққа шығармаймыз деп айтады. Ибн Касир айтады, Дарими бұл жерде испат қылып тұрған жоқ. Яғни Алла субхана тағала масаның қанатында деп айтып тұрған жоқ дейді Ибн Касир. Неге? Себебі шарт деген нәрсе бар. Ал шарт орындалмаса, машрут та орындалмайды дейді. Яғни бұны Дарими не үшін айтты? Мубалаға ретінде. Яғни тіпті біз Құран мен сүннетке соншалықты ереміз. Құран мен сүннетте осындай нәрсе келсе де біз
оны қабылдар едік деп тұр да. Бірақ ондай нәрсе келмейді, біз оны айтпаймыз деп. Сондай мағына шығады да, түсінікті ма? Яғни Даримидің ақидасында ондай болмады. Бірақ Дарими бұны не үшін айтып жатыр? Біздер Құран мен сүннетке соншалықты ереміз, мынандай нәрсе келсе де, тіпті осындай нәрсе келсе де ерер едік деп тұр да. Бірақ бұл нәрсе келмегендіктен ол кісі ермеген, рахималлаху тағала. Сондықтан оған да жаңағындай тақуал қылып, яғни оның атынан да жала жабу бұл дұрыс емес болады. Және бұл инсофтан, және әділеттіктен алыс нәрсе, зұлымдық болады имамға. Тем более олар көп Захабиді мысалы олар мойындайды, Ибн Касирді мойындайды, басқаларды да Тобариді мойындайды, түгелдері бұл Даримиді мақтаған адамдар. Түгелдері имам ахли сунна деп айтқан. Имам ахли сунна деп айтқан да. Сондықтан бұлар келіп Даримиді сөгеді. Себебі неге? Себебі Дарими баяғда бұлардың имамдарын қатты сынаған. Имам Дарими рахималлаху тағала баяғда бұлардың имамдарын қатты сынағандықтан бұлардың жүректерінде сондай жек көрініш пайда болып, осындай сөздерін бұрмалап ауамдарға басын айналдыру үшін осындай нәрсені айтады. Егер олар айтпаған кезде бізде ол тақырыпты көтермес едік. Бірақ олар айтқандықтан біздер де бұған жауап беруге тура келеді бізге. Келесі аят Әл-Каусар аяты, Алла субханаһу тағала айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна атойнака әл-Каусар, фасолли ли-раббика ванхар, инна шанияка хуал-абтар. Аллах табарака тағала Каусар сүресінде айтады: Инна атойнака әл-Каусар. Ей Мұхаммад, біз саған Каусарды бердік дейді. Және де Каусар біз айттық 30-шы пара, және де бұл кіші сүрелер бүкіл қиямет күнінің сипаттамалары туралы сүрелер. Бұл Каусарға иман келтіру, яғни Каусар бұлағына иман келтіру, бұл қиямет күніне иман келтірудің бір негіздері, ішіне кіретін негіз. Қиямет күніне иман келтірудің бір негізі. Яғни Каусар деген бұлақ болады, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Бұның сипаттамалары жөнінде сахих хадистерде, Бухари Муслимнің хадисінде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям нақыл деп айтады: кімде-кім бұдан бір ұрттам ішсе дейді, ешқашан шөлді сезбейді деп айтады. Және де бұл Каусардың қасында тұрған ыдыстар дейді, аспандағы жұлдыздар санымен бірдей, және де аспандағы жұлдыздардың әсемдігімен бірдей деп айтқан пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Сонша көп және сондай жылтырап тұратын су. Және де бұның суы сүттен ақ, балдан тәтті деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Сондықтан бұл нәрсеге Муътазилалар иман келтірмеген. Сондықтан салаф солихтардан қандай сөздер келген? Кімде-кім Каусарға иман келтірмесе, сол Каусарды ішуден ертең қиямет күні тосылады, іше алмай қалады деп айтады. Себебі бізде үлкен қағида бар шариатта: әл-жазау мин джинсил амал. Яғни жаза сенің амалыңа сәйкес болады. Сенің амалында осы дүниедегі сәйкес болады. Сондықтан мысалы қараңыз, арақ ішкеннің, осы дүниеде арақ ішкен адам жазасы қандай болады? Қиямет күнінің шарабын ішпейді. Қиямет күніндегі шарапты ішпейді. Осы дүниедегі музыка тыңдап, музыкаға жүрегі жаңағындай нестер беріліп жүрген адам қиямет күнінде қорғыздары өлең айтпай қояды. Түсінікті ма? Себебі қиямет күні Абу Хурайраның хадисіне келгендей, момындардың қорғыздары мен әйелдері ең әдемі әндер айтады. Сонша жүректі тербететін, сонша қызықтыратын әндер айтады деп айтады. Сондықтан бұл түгел хадистердің түгелі бізге жаңа қағиданы береді: әл-жазау мин джинсил амал. Яғни әрбір жаза амалға сәйкес болады деген бізге қағиданы береді. Алла субханаһу тағала айтады: біз саған Каусарды бердік. Фасолли ли-раббика ванхар. Енді бұл да үлкен нығмет. Бұл пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям үмбетінің бір ерекше қасиеті. Сондықтан сен Мұхаммад фасолли ли-раббика ванхар. Раббыңа намаз оқыды, Раббың үшін намаз оқыды, Раббың үшін құрбан шал деп тұр. Құрбан шал деп тұр Алла субханаһу тағала. Яғни бұл әмір пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи ва саллям болса да, бұл әмір бүкіл үмбетті қамтитын әмір. Сондықтан намазды біз қалай Аллахтың разылығы үшін оқитын болсақ, құрбандықты да тек қана Аллах үшін біз сою керекпіз. Әулиелер үшін емес, періштелер үшін емес, пайғамбарлар үшін емес. Себебі бұл аятта нағыл деп тұр: фасолли ли раббика ванхар. Раббың үшін, тек қана жалғыз Аллах үшін құрбандық шал, және де намаз оқы деп тұр Алла субханаһу тағала. Және де бұл аяттан тағы да алынатын пайда: бұл намазбен құрбан шалу ең ұлық ғибадаттардың бірі. Себебі намаз бұл жаңағындай дене мүшелерімен жасалатын ең ұлық ғибадат, ал құрбандық мал мен ақшамен жасалынатын ең үлкен ғибадаттардың бірі. Содан кейін Алла субханаһу тағала дейді: инна шанияка хуал абтар. Және де сенің жауың абтар. Абтар деген кесілген деп айтады, қысқартылған деген сөз. Бұл не деген сөз? Себебі
пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалам солай, яғни көп құдайшыл жаңағындай адамдар, мушриктер, қурайыштар сөйтіп боқтайтын болған, аптарсың деп, сенің яғни ұрпағың жоқ деп. Сен ұрпағың жоқ, сенің сен жаңағындай сен кем адамсың деп, та. Алла субхана тағала айтады, расында сенің жауларың сондай деп айтады. Неге? Себебі қазір Абу Лахабтың ақидасындағы адамды көргенсіз ба? Абу Жахилдің ақидасындағы адамды көргенсіз ба? Пайғамбар Мұхаммадтың саллаллаху алейхи уассалам ақидасында қаншама адам? Жалпылай алған кезде 1 миллиардтан астам адам. Түсінікті ме? Сондықтан Шейхул Ислам ибн Таймия рахимахуллаху тағала айтады, бұл аятты айтып, және де Шарх сүресінде, Инширох сүресінде келген аятты. Шарх сүресіндегі аят: "Уарафа'на лака зикрак", сенің еске алуыңды, сенің атыңды жоғары қылып қойдық деп айтады Алла субхана тағала. Шейхул Ислам Таймия айтады, әрбір сүннеттің артынан еріп, сүннетті тірілтіп, және де сүннетті қорғаған адамға осы Инширох сүресінің аятынан үлесі бар деп тұр. "Уарафа'на лака зикрак", яғни сен зікіріңді көтеріп қоямыз деп айтады. Сондықтан тарихта шынымен қарайтын болсақ, қаншама ғалымдар, қаншама жаңағындай шейхтар болатын болса, аттары қашан шығатын болған, және де Алла субхана тағала қашан бұлардың авторитетін көтеріп қоятын болған, даңқыларын көтеріп қоятын болған, бұлар қашанда сүннетті қорғаған болатын болса, бидағаттардан үмбетті қайтарған болатын болса, сол кезде көтерілетін болған. Бұл сол пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам кезінен бастап осы күнге дейін солай. Осы күнге дейін солай. Ибн Таймия рахматуллахи алейхи. Қазіргі заманда шейх Рабилар мысалы, бұлар ахл бидаттарды қайтарып, және ахл бидаттарға жаңа күмәндарына жауап жазып, солай аттары шыққан. Шейх Раби 30 жыл бұрын, 30-40 жыл бұрын осы жерде жалғыз өзі Ихуан муслимин сектасынан қайтаратын болған адамдарды. Ихуан муслиминдердің харижи екендердің, Ихуан муслимин ақидасы дұрыс емес екендігін, Ихуан муслиминдердің көсемшілері жаңағындай Сайид Қутб, Хасан аль-Банналардан қайтаратын Шейх Раби жалғыз болды. Кейбір шейхтар осы жерде жүріп, аттарын өзгертіп жазатын болған кітаптарды. Неге? Ихуандар өте үстем болған, үстемдік соларда болған. Бүкіл орындарда, бастық орындарда солар отыратын болған, қысатын болған. Сондықтан кейбір шейхтар аттарын өзгертіп жазатын болған кітаптарды. Сол кезде Шейх Раби, Шейх Мұхаммад Аман аль-Джамилар қорықпай қайтаратын болған. Мысалы, бір бауырымыз айтады, сол уақыттарда оққан, Гамет Сулеймановты танисыз ба? Сол айтады, туалетке кірсеңдер дейді. Алла субхана тағала енді субханалла ол адамдарды кешірсін, туалетке кіретін болсаң, туалеттің есіктерінде Раби өліп қал, ей ит деп осындай сөздер жазылып тұрады дейді. Шейх Рабиге де. Қазір 30 жыл өткеннен кейін бұл мемлекет Саудия Шейх Рабидің айтқан сөзін қабылдап, Ихуан муслиминдерді және деструктивтік тайпа деп, террористік тайпа деп, мысалы осы жерде Сайид Қутбтардың, жаңа Маудудилардың, Хасан аль-Банналардың кітаптарын тыйым салған, сатуға, немесе бір жерде тұруға, мешітте көрсеңіз айтыңдар дейді, мешіттен алып кетеді. Немесе біреулер бір жерде бұлардың идеологиясын тарататын болса айтыңдар деп, бұларды да не істейді, тахқиқ жасайды, яғни бұлармен расследование жасайды дейді, іс қозғайды олардың үстеріне. Сондықтан бұл солай, яғни Шейх Раби неше жыл сабыр сақтады, 30 жылдан кейін ғана жемісін көрді өзінің дағуатын. Дәл сол сияқты Шейхул Ислам Таймия сүннетке шақырды. Шейхул Ислам Таймияның еңбектері таралатын уақыты бір 3-4 ғасыр бұрын ғана. 3-4 ғасыр бұрын. Оның алдында көмістаған еңбектер. Ешкім де істемейтін болған. Бірақ қазір біздер Шейхул Ислам Таймия деп айтамыз. Қаншама кітаптары шықты, қаншама ақиқатқа шақырған. Бұны ешкім жоққа шығара алмайды. Тіпті батыс елдерінде болсын, басқа елдерде болсын, Шейхул Ислам Таймияның пәленше іліміндегі мазхабы қандай болды. Шейхул Ислам ибн Таймияның философияға байланысты сөздері, Шейхул Ислам Таймияның логикаға байланысты сөздері, Шейхул Ислам Таймия бәрі дағуаты қазір жемісін көріп отыр. Шейх өлгеннен кейін жемісін көріп отыр дағуатын. Рахималлаху тағала. Сондықтан бұл Шейхул Ислам өзі айтады, бұндай адамдар, яғни сүннетті қорғаған, бидағаттан қайтарған адамдардың атын Алла субхана тағала көтеріп қояды, жаңағы аяттан үлесі бар деп айтыр. Ал кім бидағатқа шақырып сүннетпен күресетін болса, ол кісінің осы аяттан үлесі бар дейді. Инна шанияка хуал абтар. Расында сенің жауларың кесілген болады дейді. Және де оған тағы да бір мысалы Ахмад ибн Хамбал, имам Ахмадты бәрі біледі, бүкіл үмбет біледі, мұсылмандар, дұрыс па? Соның заманда Жахми Ахмад ибн Аби Дуат болған. Бұның атын мен айтпасам, сіз білмес едіңіз.
Бірақ сол кезде ең алғы шепте тұрған жахмилердің арасында ең жаңағындай сондай передовой болған сол кісі болды да. Аты жойылып кетті, жоқ болып кетті. Себебі неге? Ол сүннетпен күрескен, бидағатқа шақырған. Түсіндің ме? Сондықтан бұл аяттардан алынатын пайда осы. Келесі аят келесі сүре бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул я айюхал кафирун ла а'буду ма та'будун ва ла антум а'бидуна ма а'буд ва ла ана а'биду ма абадтум ва ла антум а'бидуна ма а'буд лакум динукум валия дин. Бұл аятта Алла субхану тағала айтады: "Қул, айт ей Мұхаммад, я айюхал кафирун, ей иман келтірмегендер, мұсылман еместер, ла а'буду ма та'будун, сендер құлшылық қылатын нәрселерге мен құлшылық қылмаймын" деп айтады. Яғни сендер Аллахтан басқа нәрселерге құлшылық қыласыңдар. Сендерде көп құдайшылық бар, политеизм бар. Мен болсам, мен монотеистпін, менде таухид, мен тек жалғыз Аллахқа құлшылық қыламын деп тұр. Уәлә антум абидуна ма абуд. Және де сендер де расында мен құлшылық қылатын нәрсеге құлшылық қылмайсыңдар дейді. Мен құлшылық қылатын нәрсеге құлшылық қылмайсыңдар. Аллах тағалаға, яғни дұрыс құлшылық қылмайсыңдар. Себебі олар Аллах табарака ва тағаланың жаратушы, ризық беруші, мүлк иесі екенін білген. Бірақ болар Аллахқа құлшылық қылмайтын болған, себебі олар ойлайтын болған, біз Аллахқа шыға алмаймыз деп айтқан. Біз Аллахпен өзіміздің арамызда бір орта, васайт, шапағатшыларды алу керекпіз деп айтқан. Сондықтан Алла субхану тағала бұлардың құлшылықтарын сипаттаған кезде нағыл деп айтады: "Ма на'будухум илля лиюқаррибуна илаллахи зульфа." Біз олар бізді Аллахқа жақындату үшін ғана құлшылық қылып жатырмыз деп айтады. Біз бұл пұттарға, бұл әулиелерге, бұл қабірлерге, тек қана бұл қабір иелері, әулиелер және де пұттар, періштелер, пайғамбарлар бізді Аллахқа жақындатсын деп құлшылық қылып жатыр. Иә? Яғни бұлардың құлшылығы сол болды. Бірақ бұл құлшылықты Алла субхану тағала дұрыс деді ме? Жоқ. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтыр. Алла субхану тағала осы аятта да айтыр: "Уәлә антум абидуна ма абуд." Мен құлшылық қылатын нәрсеге сендер расында құлшылық қылмайсыңдар. "Уәлә ана абиду ма абадтум уәлә антум абидуна ма абуд." Екі рет қайталады. Мен сендер құлшылық қылатын нәрсеге құлшылық қылмаймын, сендер мен құлшылық қылып жатқан Аллах тағалаға құлшылық қылмайсыңдар. Лакум динукум валия дин. Сендердің өзіңнің діндерің бар, менің өзімнің дінім бар деп айтады Алла субханаху ва тағала. Бұл не деген сөз? Яғни ширк пен таухид ешқашан бірікпейді. Бұл екеуі қарама қарсы нәрсе, ешқашан бірігетін нәрсе болуы мүмкін емес. Таухид бір бөлек, тек қана Аллахқа ғана құлшылық қылу, ширк ол Аллахтан басқа біреулерге құлшылық қылу. Қандай құлшылық түрлерін болсын, Аллахтан басқа біреуге арнау болып есептеледі. Сондықтан бұл екеуі ешқашан бірікпейтін нәрсе. Келесі аятта Алла субхану тағала сүреде Алла субхану тағала айтады: "Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иза жаа насруллахи вал фатх ва раайта ан-наса ядхулуна фи диниллахи афважа фасаббих бихамди раббика вастагфир иннаху кана тауаба." Алла субхану тағала бұл аяттарда айтады, яғни Наср сүресінде: "Иза жаа насруллахи вал фатх." Аллахтың жеңісімен ашылу келген кезде, яғни Меккенің ашылуы. Вараайтан наса ядхулуна фи диниллахи афважа. Сол кезде сен адамдардың Аллахтың дініне топ-топ болып кіргенін көресің дейді. Сондықтан сен бұны көр, ол да Аллахтың нығметі ғой. Сен Меккеге қайттан ораласың, Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям, және сахабаларың Меккеге қайттан оралады. Меккеде қайттан үстемдік мұсылмандар алады. Содан кейін адамдар топ-топ болып Аллахтың дініне кіреді. Ол нығмет па, нығмет па? Иә. Бұл нығметтен Аллах субхану тағала не тілеп жатыр? Фасаббих бихамди раббика вастагфир иннаху кана тауаба. Сондықтан Аллахты тасбих қыл, яғни пәкте деп тұр. Вастагфирху, және де одан кешірім сұра деп тұр Аллах субхану тағала. Яғни пәкте деген не ол? Аллахты субхану тағала адамдар оған, яғни қосатын кемшіліктерден пәктеу. Негізінде Алла субхану тағала ешқандай кемшілік жоқ, айып кемшілік жоқ. Бірақ кейбір адамдар қосады. Біреулер баласы бар деп айтады. Иә? Біреулер серігі бар деп айтады Алла субхану тағала. Біреулер Алла субхану тағаланы хан патшаларға ұқсатады. Яғни мен Алла субхану тағала қалайша мен патшаға өзім шыға алмасам, осы жерде мен посредник арқылы, орта арқылы шығу керек болсам патшаға, Алла субхану тағалаға да солай жасау керекпіз. Бұл жерде ол ташбих қылып тұр. Алла субхану тағаланы бұл кемістіктері бар, айып бар патшаға ұқсап тұр. Себебі патша бүкіл өзінің халқының жағдайын білмейді. Патша білмейді. Сондықтан ол сондай адамдарға мұқтаж, орта болып, оған жеткізетін пәленшенің жағдайы жоқ, көмектесер. Пәленше мынандай деп. Сондықтан ол ілімі бүкіл нәрсені қамтымайды.
Және де бүкіл адамның, бүкіл халқының қажеттерін өтеуге құдіреті жоқ бұл патшаның. Ал Аллах Тағала болатын болса, ілімі бүкіл нәрсені қамтыған. Не болды, не болады, және болмаған нәрсе болған жағдайда қалай болатынын Алла Субхана ва Тағала біледі. Алла Субхана ва Тағала біздің жүректе болып жатқан нәрсе, ой пікірлерімізді біледі. Сондықтан бұлар ташбихтен қашамыз деп Алла Субхана ва Тағала сипаттарын жоққа шығарады да, өздері осы жерде ташбих қылады. Алла Субхана ва Тағаланы әлсіз патша, әлсіз мақлұқпен теңестіріп ұқсатып қояды Алла Субхана ва Тағала. Түсінікті ма? Сондықтан осындай кемшіліктерден Алла Субхана ва Тағаланы пактеу керекпіз. Фасаббих, тасбих деген мағынасы осы. Күнде 33 рет субханалла, субханалла деп тұрса, мағынасы осы. Алла Субхана ва Тағаланы кемшіліктерден пактеу. Яғни біздер кейде Алла Субхана ва Тағаланы кейде адам өзі білмей елестетіп кетуі мүмкін, шайтанның уасуасымен, иә. Тасбих жаса осы елестеулерден де пактеу. Себебі біз елестеген нәрсенің түгелінен Аллах ұлырақ. Одан кемелерек толығырақ. Түсінікті ма? Сондықтан бұл да не? Тасбихтың мағынасы осы. Және де уастағфир, және де Алла Субхана ва Тағала кешірім сұра деп тұр. Алла Субхана ва Тағаладан кешірім сұра. Не үшін? Иннаху кана тауаба. Себебі Аллах не тәубені қабылдаушы. Алла Субхана ва Тағала тәубені қабылдаушы, және де Алла Субхана ва Тағала тәубе қылатын құлдарын жақсы көреді. Сондықтан күнәні не үшін жаратты деп айтамыз, мысалы, жамандықтар Алла Субхана күнәні не үшін жаратты? Не үшін момындарды күнә жасайтын қылып қой? Себебі Алла Субхана Тағала тәубе сипаты бар, мейірімділік сипаты бар, махаббат сипаты бар. Ғафур, яғни кешірім сипаты бар, афу, яғни кешіріп жіберу сипаттары бар Алла Субхана Тағала. Егер күнә болмаған кезде бұл сипаттар қаяқтан келеді? Күнә болмаған кезде бұл сипаттардың әсерін қайдан көреміз? Немесе бұл күнәлар болмаған кезде тәубе құлшылығы қаяқтан пайда болатын еді? Истихфар құлшылығы қайдан пайда болатын еді? Болмайтын еді. Және де момындардың дәрежесі жәннатта қалай ешқандай жоғарыламайтын, яғни біреудің әртүрлі болмайтын еді. Түсіндірсіз ба? Сондықтан бұл нәрсенің өзі даналық. Күнәнің бар болғандығы өзі даналық Алла Субхана Тағала. Және Алла Субхана Тағала тәубені қабыл қылуды жақсы көреді деген сөз мағынасы осы. Мағынасы осы. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бұл аятқа амал жасайтын болған Айша радиаллаху анханың хадисіне келгенде, өзінің сәждесін кана яқулу фи суджудихи ва рукуихи субханакаллахумма ва бихамдик, субханакаллахумма роббана ва бихамдик, Аллахумма гфирли деп айтатын болған. Субханакаллахумма роббана ва бихамдик, Аллахумма гфирли деп айтады. Ей Аллах, мен сені пактеймін және сені мадақтаймын. Хамд туралы сөйледік, біз хамдты ұмытып кеттік, бірақ хамд туралы біз Фатиха сүресінде сөйледік. Және де мен сенен кешірім сұраймын деп Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям рукуында, суджудында айтатын болған. Субханакаллахумма роббана ва бихамдик, Аллахумма гфирли деп айтатын болған Айша радиаллаху анханың хадисінде келгенде. Келесі сүре Бисмиллахир рахманир рахим. Таббат яда аби лахаби ва таб, ма агна анху малуху ва ма касаб, саясла наран зата лахаб, ва имраатуху хаммалатал хатаб, фи жидиха хаблум мин масад. Бұл аятта Алла Субхана ва Тағала Абу Лахаб деген пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям ағасының жағдайын айтып тұр. Бұл ағасы ислам дағуатын қабылдамай, керісінше пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямға келген уахиларына қарсы шыққан ағасы болған Абу Лахаб. Яғни дяденька деп айтады ғой. Көкесі сондай. Аты Абу Лахаб болған. Бұл кісілер пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямға қатты зиян тигізетін болған. Сондықтан Алла Субхана Тағала айтады, және де бұл кісі пайғамбар Мұхаммадқа таббан лак деп айтқан, құрып кет деп айтқан пайғамбар Мұхаммадқа. Сол кезде осы аяттар түседі. Таббат яда аби лахаби ва таб. Абу Лахабтың қолдары құрып кетсін, және өзі құрып кетсін деп. Ма агна анху малуху ва ма касаб дейді. Оның малы да, жинаған мал мүлкі де, ақшасы да көмектеспейді оған дейді. Көмектеспейді. Саясла наран зата лахаб дейді. Яғни лаулап тұрған отқа ол лақтырылады дейді. Уамраатуху хаммалатал хатаб дейді. Және де әйелі сол отынды тасып жүретін адам болады дейді. Сол неде тозақта фи жидиха хаблум мин масад. Және де оның мойнында жаңағындай құрма ағашынан жасалған жіп болады деп айтады. Яғни сондай азапқа ұшырайды. Және де бұл аяттан алатын пайда адамның насабы, ата-бабалары, руы, ұлты Аллахтың алдында көмектеспейді. Байлығы да дәл солай көмектеспейді. Сондықтан Алла Субхана Тағала деп айтады: "Инна акрамакум индаллахи атқакум" дейді.
расында Аллахтың алдындағы сендердің ең шарапаттылары дейді тақуалық қылғандар деп айтады. Ең тақуалылары деп. Түсінді ма? Және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам деп айтады: "Ман баттау бихи насабаху лам юсри бихи амалуху" деп айтады. Ман баттау бихи амалуху лам юсри бихи насабаху деп айтады. Кімнің амалы оны тосып қалса, ұстап қалса дейді, оның насабы оны тезірек жүргізбейді деп айтады. Не деген сөз? Яғни кімнің ізгі амалдары аз болып, ізгі амалдар жасамай күнә жасайтын болса, бұл нәрсе оны не тозаққа ұшыратады, не азапқа ұшыратады Алла субхана тағаланың алдында. Бірақ та насабы оған көмектеспейді деген сөз. Ешқандай руы, ұлты, мал, мүлкі еш нәрсесі көмектеспейді деген сөз. Бұл хадистің мағынасы. Келесі аят, келесі сүре Ихлас сүресі. Алла субхана тағала айтады: "Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул хуаллаху ахад. Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад." Бұл сүре, өздеріңіз білесіз, Құранның ұлы сүрелерінің бірі. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иннаха та'дилу сулусал Құран" деп. Бұл сүре Құранның 3/1 бөлігіне тең деп айтады. Неге? Ғалымдар айтады, себебі Құран немесе Аллах табарака ва тағаланың сипаттары туралы сүре, яғни ақбарлар, хабарлар дейді. Немесе әмірмен қайтарулар, яғни халал, харам, жаңағыдай парыз нәрселер, мұстахаб нәрселер, ваджиб, макрух, харам нәрселер. Немесе дейді баяғы қауымдардың қиссалары, баяғы қауымдардың не болды? Яғни қиссалар, немесе баяғы қауымдар, немесе келешекте болатын жағдайлар туралы. Құранды үш тақырыпқа бөлуге болады, яғни 3 жалпы тақырыпқа. Немесе Аллахтың сипаттары, Аллах туралы мағлұмат, немесе халал мен харамға байланысты мағлұмат, немесе қиссалар, не болашақта болады, не болып кеткен қиссалар. Ал Ихлас сүресін алатын болсақ, бұл тек қана Аллахтың сипаттары келген сүре. Сондықтан бұл Құранның 3/1 бөлігі. Ол деген сөз не? Ихлас сүресін түнде 3 рет оқысан, мен Құранды бітірдім деген сөз емес. Олай болмайды. Оның мағынасы, бірақ оның мағынасы жаңағындай. Ихлас сүресі Алла субхана тағала сипаттарын қамтыған. Және де ең ұлы сипаттарын, қалған сипаттар артына еретін сипаттарды қамтыған. Және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бір күні бір әскерде жүрген кезде, сол әскердің әмірі Бухарида келген хадисте, намаз оқыған сайын Фатиха сүресін оқиды, бір сүре оқиды, бір сүреден кейін Ихлас сүресін оқиды болған. Сол кезде жаңағы жамағат сахабалар оны көріп, бұл нәрсені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан көрмей, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келіп айтады: "Осындай пәленше осылай жасайды екен" деп. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям оны шақырып алады да айтады: "Неге істейсің өйтіп? Неге Ихлас сүресін оқып жүрсің?" дейді. "Лианнаха сифатур рахман" дейді. "Ва ана ухиббуха" деп айтады. "Мен оны жақсы көремін" дейді. Себебі Ихлас дейді, Рахманның сипаты деп айтады. Ихлас сүресінде Рахманның сипаты келген дейді. Сондықтан мен оны жақсы көремін деп айтады. Сонда сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллама Аллах сені жақсы көрсін деп айтады. Аллах сені жақсы көрсін деп айтады. Сондықтан бұл сүрені оқу, яғни Фатихадан кейін келесі екінші сүреден кейін бұл сүрені оқу, бұл сүннет болып есептеледі. Түсінікті ме? Сосын бұл хадистен кейбір адамдар мынандай шубха салады да, мына сахаба бидағат жасады, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйретпеген нәрсе жасады деп айтады. Сосын ол содан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бекітті деп айтады. Бұл шубхаға қалай жауап береміз? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйретпеген Ихлас сүресін оқуды. Қайдан ол Ихлас сүресін алды, ол өйтіп оқуды? Қайдан алды? Біріншіден біздер айтатын нәрсе, ана сахабалардың түсінігі, басқа сахабалардың түсінігі, оныкі дұрыс емес деп түсінді. Себебі бұлар ол нәрсені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан көрмеді. Және пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи ва саллямға келген кезде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бұлардың түсініктерін жоққа шығармады. Сендер дұрыс емес түсіндіңдер. Қойыңдар, адам жасай берсін, қандай сүре оқыса сендердің қандай шаруаларың бар деп айтып отыр пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бұлардікін қабылдады. Керісінше мынадан себеп сұрады. Сен не үшін оқып жүрсің деп тұрды. Түсінікті ме? Сондықтан бұл жерде біздер қашанда Құран мен сүннетті сахабалар қалай түсінді, солай түсінбейтін болсақ адасамыз. Міне сахабалардың түсінігі. Ана сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйретпеген нәрсені жасады ма? Бұл сахабалар оны дұрыс емес деп түсінді.
және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға келді де айтты, мынау бұлай жасап жатыр, сен үйретпеген нәрсе жасап жатыр деп тұр. Түсінікті ма? Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам бұлардың түсінігін айтпады, сендер дұрыс емес түсіндіңдер, қойыңдар. Бұлардың түсінігін қабылдады. Бұл сүнна иқрария. Бізде сүннет қаулия болады, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннеті сөзбен айтылатын сүннет болады, амали, амалда болатын сүннет болады, және тақрири, яғни немесе иқрари. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам алдында бір нәрсе болады, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам соны бекітеді. Бұл сүнна тақририя не нәрсеге? Сахабалардың түсінігі. Және де кім дінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үйретпеген нәрсені жасайтын болса, бұның дұрыс емес екендігіне. Сен сахабалар солай түсінді. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұны иқрар қылды. Яғни бекітті ол нәрсені. Ана адам келген кезде ана адамдан сұрады. Содан кейін Аллахтың елшісіне уахи түсті саллаллаху алейхи вассалам, бұны жасаған дұрыс деп. Түсінікті ма? Ғалымдар осылай түсіндіреді бұл хадисті. Сондықтан Шейхул-Ислам Таймия айтқандай, әрбір ахлил бид'a келтірген дәлелді маған алып келсеңдер дейді, сол дәлелден оларға қарсы дәлел тауып беремін деп айтады. Олар сол дәлелді келтіреді, сол дәлелдің өзі оларға қарсы дәлел болып шығады. Және де бұл Құл Хуаллаху ахад сүресі көп жерлерде оқылады. Мысалы фаджр намазының сүннетінде Құл я аyyuhal кафирумен Құл Хуаллаху ахад оқылады. Неден кейін оқылады, сол тауафта кейінгі 2 ракатта оқылады. Және де витрда оқылады, соңғы ракатта осы оқылады. Бұны түгелі Фатиха сүресінің ұлылығына дәлел. Және де бұл неге қараңыз? Фаджрда біз Ихлас сүресінен бастаймыз. Және витр ең соңғы намазын Ихлас сүресімен бітіреміз. Неге? Себебі біздің күніміз таухидпен басталсын деп, және таухидпен бітсін деп. Түсінікті ма? Енді бұл аяттардың түсініктемесіне келетін болсақ, Құл хуаллаху ахад дейді Алла субхана тағала. Ей Мұхаммад айт, бұл Аллах жалғыз. Ахадун деген Алла субхана тағаланың аты. Және де бұл ат Аллахтан басқа ешкімге айтылмайтын ат. Аллахтан басқа ешкімге айтылмайтын ат болып есептеледі. Және бұның мағынасы Алла субхана тағала жалғыздығына дәлел. Не нәрседе жалғыз? Өзінің рубубиясында, өзінің улухиясында, өзінің асма ва сифат, өзінің раббылық сипаттарында, яғни жарату, ризық беру, және де адамдарды тірілту, осы әлемді басқару, және де басқа нәрсе, осы рубубия сипаттарында Алла субхана тағала жалғыз. Не оның серігі жоқ, не оның көмекшісі жоқ. Және де асма ва сифаттарында, есім сипаттарында Алла субхана тағала жалғыз. Яғни Аллах табарака ва тағаланың кемел сипаттарында ешкімнің сипаты жоқ. Ешқандай мақлуқтың сипаты ондай болу мүмкін емес. Және де Алла субхана тағала сондықтан ол кемел сипат иелері болғандықтан, және де ол Раббы болғандықтан, және де сол нәрседе жалғыз болғандықтан, ол жалғыз ғана құлшылыққа лайықты. Және де құлшылықтың түгелі тек қана оған ғана арналу керек. Кейбіреулер айтуы мүмкін, сендер Құл хуаллаху ахадтан улухияны қаяқтан шығардыңдар деп. Ғибадатты қайдан шығардыңдар? Құл хуаллаху ахад тек қана рубубия мен асма ва сифатқа дәлел. Улухияға дәлел емес деп айтатын болса, қалай жауап береміз? Біздердің жауабымыз қайтадан банағы қағидаға оралады. Құран мен сүннетті сахабалар түсінгендей түсінуге оралады. Билал радиаллаху анху, мүшриктер оны азаптаған кезде, ыстық күні, зухр кезінде, ыстық күні тапа-тал түсте, ыстық тасын үстіне қойып, оны үстіне тағы да ыстық тас қойып, не деп айтатын болған? Мұхаммадтың құдайын таста деп. Мұхаммадтың құдайын таста. Содан кейін ол тастамағандықтан олар нағы деп айтады. Ең болмаса, ол шыдап берді, бұл фитнаны тұрып берді, Билал радиаллаху анху. Жаман азапталды. Сол кезде көп уақыт бойы, айлар бойы азапталды. Ең соңғы айтқан нәрсесі, сен жарайды, Мұхаммадтың құдайынан тәрк етпе, бас тартпай қой. Бірақ біздің құдайларымызды да дұрыс деп айтшы деген кезде, Билал нағы деп айтатын болған? Ахадун ахад деп айтатын болған. Осы аяқ әлейтін болған. Билалдің түсінгеніне, мен сендер құлшылық жасап жатқан нәрсеге құлшылық қылмаймын. Мен жалғыз Аллахқа құлшылық қыламын. Және де не деп айтты құлшылық қылуды жөнінде? Ахад атын қолданды. Алла субхана тағаланың ахад атын қолданды. Осы жерде салафтардың түсінігінің маңыздылығын түсінеміз. Сахабалардың түсінігі. Яғни бұл сахабаның түсінігі. Бұл ахад атынан улухияны түсінді, ғибадатты түсінді. Себебі мүшриктер Аллах тағаланы жаратушы екенін жоққа шығармаған. Аллах тағаланы ризық беруші екенін жоққа шығармаған. Бұлар айтатын болған, бұлар көмекшілер. Мысалы, бұлар умраға шыққан кезде нағыл деп айтатын болған, лаббайк Аллахумма лаббайк ла шарика илля шарикан хуа лака тамликуху ва ма малак деп айтады.
лаббайк аллахума лаббайк, Аллах, мен сенің алдында келіп тұрмын, сенің серігің жоқ, бір серігіңнен басқа, немесе кейбір серігінен басқа, бұлар еш нәрсені иелік қылмайды, сен оларды иелік қыласың деп тұр. Яғни бұлар өздерінің пұттарының еш нәрсені иелік қылмайтынын мойындаған. Аллах тек қана бүкіл нәрсені иегер екенін, және Раббысы екенін мойындайтын болған. Бірақ сонда да бұларды орта қылып алатын болған. Түсіндің ме? Осы кезде Белалдің түсінігі қандай болды? Ахад атын улухия қолданған. Түсіндің ме? Құл ху Аллаху ахад. Аллаху сомат. Сомат аты, Аллах субхану тағала сомат аты, еш нәрсеге мұқтаж емес деген сөз. Және түгел нәрсе оған мұқтаж болған. Яғни сомат атын салафтар әртүрлі, сахабалар әртүрлі тәфсірлеген, бірақ бүкіл тәфсірлердің мағынасы осыған қайтады. Яғни Аллах табарака тағала кемел сипаттың иесі, сондықтан оған түгел махлуқаттар мұқтаж, ал ол ешкімге мұқтаж емес. Неге? Себебі бүкіл жаратылыс Аллах қаламаған кезде болмайтын еді. Жаратылудың өзі. Бұл жаратылыстың ішіндегі мысалы себептер, біздің жаңағы ағзамыз, біздің ризығымыз қалайша, тіпті ауа райы, күн, су, осы жердегі табиғат Алла субхану тағала солай жаратып қойған, біздер өмір сүре алатын жағдайда жаратып қойған. Және бұны ғалымдар айтады, бұл санаққа, яғни саналатын нәрсе. Яғни цифралармен айтуға болады. Нандай метр, нандай сантиметр, нандай деп санауға болады дейді. Және де сол осы сандар сәл өзгерсе, бірнеше миллиметрге өзгерсе, бұл жер өмір сүре алмайтын жер болып кетеміз. Өмірге болмайтын жер. Аллах субхану тағала, яғни біз өзіміздің тіршілігімізде Аллахқа мұқтажбыз. Аллах болмаған кезде біз осылай өмір сүре алмайтын едік. Сондықтан ол саумат. Біз оған мұқтаж, ол бізге мұқтаж емес. Ләм ялид ва ләм юлад. Және де бұның сомат дегеннің мағынасы, ол ешкімді тумады да, ешкімнен туылмады. Ешкімге тумады да, себебі ол мұқтаж емес. Біздер сияқты. Біздер мұқтажбыз. Біздер өмірге келу үшін ата-анада мұқтажбыз. Себеп ретінде. Біздің жаңағындай қартайған кезде жағдайымыз жақсы болу үшін біздер бала-шағаға мұқтажбыз. Аллах табарака тағала бұл нәрседен кеміл, толық. Сондықтан оның аты сомат. Уалам якуллаху куфуан ахад. Және де Аллахтың еш нәрседе теңдесі жоқ. Манағы рубубияда, асма сифатта, және улухияда. Қалған екі сүрені ертең аламыз. Аллаху алейхи ва саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.